Ассаламу алейкум ардакты агайын, кадырменди Казспорт телеарнасынын көрөрмендери. Сиздердин назарларыңызда көкпардан жастар арасындагы 12-ші Казакстан Республикасынын чемпионаты. Бул чемпионат Ақтөбе каласында өткөн болатын. Ал бүгүн сиздер атакты Оңтүстүк Казакстан облусунун көкпар командасы Кулагермен және адуунду мыкты жигиттер Маңгыстаулык Адай ата көкпар командасынын арасындагы тартысты бәсекени тамашалайтын боласыздар. Мінекей қос команданың жігіттері таныстыру алаңына келіп жайғасты. Қазір командаларды таныстыратын боламыз. Жалпы бұл екі командада қазіргі таңдағы құрамалардың арасындағы өте мықты өнер көрсетіп жүрген жастардан құралған жігіттер. Сонымен әуелі Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы сіздердің алдарыңызда. Дәулет Айтан бастайды. Шымболат Айтуғанов, Әділет Мамыт, Жорабек Ақпаев, Бекболат Чекербеков, Тілеген Сүйіндік, Бақтияр Молдалы, Бекболат Смайыл, Сенімжан Ерман, Нариман Ертай, Бейбарыс Сұлтұқар, Асқат Әбдірахманов. Ал тиісінше Құлагердің қарсыластары Адай ата көкпар командасы Ербол Ермағанбетов, Жоламан Сүндетбаев, Руслан Дүйсенбаев, Шымболат Бейтөре Ахметали, Ерболат Өтегенов, Жігер Аманқос, Әнес Сейтреков, Жаслан Қуанышұлы, Қазбекби Қабиев және Асқат Ауқатбаев, Ертай Әбдешев. Ал ортадағы төреші Ырыскелді Байтасов, қапталдағы төрешілер Амандық Қарабаев, Наурызғы Жамзеев және Мағжан Ахетов ардақтағай. Команданы жетекшілік жасайтын, яғни Оңтүстіктің Құлагер көкпар командасын жетекшілік жасайтын Ғани Ахметбаев, Оңтүстік Қазақстан облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры. Ал команданың жаттықтырушысы Нұржігіт Мырзабаев, Құлагер көкпар командасының ересектер арасында ойын көрсететін тәжірибелі көкпаршы, жаттықтырушы, бапкер. Ал Адай атаны Қанағат Сүйебаев жетекшілік етеді және Бақытжан Кенжебеков Адай атаның жігіттерін жаттықтырады ардақтағай. Сонымен бәсеке басталды, тартысты ойын. Екі команданың жігіттері де мықты. Алайда жастар арасында Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасына соңғы жылдары шақ келетін командалар аз болып жүр. Дегенмен тегеурінді қарсылық таныту керек. Әділет Мамыттың тамаша шабуыл жасауға мүмкіндігі бар еді, бірақ Серкенің жерге қайтадан түсіріп алды. Жорабек Ақпаев бұл олқылықтың орнын толтыруға тырысқанымен де Маңғыстаудың жігіттері оған дес берген жоқ. Тағы бір айта кететін дүние, Жорабек Ақпаев есімді Құлагер көкпар командасының сапында өте талантты ойыншы бар. Расымен де Құршқол, тақымы тастай, үлкен жаппай көкпарларда өгіз өлді салымдарды салып жүрген батыр балуан. Және сол Жорабектің ағайыны, бауыры Шымболат Ақпаев бүгін қарсылас команданың сапында өнер көрсетеді, яғни Адай атаның құрамындағы ойыншы. Екеуі де өте мықты. Екі команданың бетке ұстар ойыншыларының бірегейлері десек те қателеспейтін шығармыз. Сонымен тартысты бәсеке мәренің дәл түбінде жалғасып жатқанын көріп отырсыздар. Шымкенттен келген құлагерліктер қазір бастапқы есеп ашуға тырысуда. Міне қараңыздар, Дәулет Айтан қазір Серкені жерден көтеріп алған болатын, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кеткеннен соң ортада жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады. Жорабек Ақпаев, Руслан Дүйсенбаевтың арасындағы тартысты бәсекеде Жорабек мінекей өздеріңізде көрдіңіздер Серкені тақымға басып алып шыққанын. Қазір мәреге қарай шабуыл жасауға тырысады қарсыластарының мәресіне. Міне дәл түбіне келгенде және салым ардақты ағайын. Қызыл жолақтың дәл түбінен табылған Серке Оңтүстік Қазақстан облысының қоржынына бір салымды алып келді. Жорабек Ақпаев жаңа ғана таныстырып өткен
спортчу 1995 жыл туған. Астындағы негізі тапсырыста көк дауыл дейтін тұлпарды берген, алайда күрең қасқамен шауып жүрген өздеріңізді көріп отырсыздар. Ойынның 5 минутына тақау кезеңде осылайша бір салымға қол жеткізді. Жарайсың. Жорабек расымен де ерледі. Жорабектің мықтылығын біз сөз басында айтып өткен болатынбыз. Сол айтып алу жиғанша біздің сөзіміздің дәлелі ретінде бүгінгі ойынның алғашқы салымын салды. Өте керемет. Қазір төреші ойында тоқтатты. Ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысымен жалғастыратын болады. Бұл жолы кім шығады екен? Жорабек, естеріңізде болса, алғашқы салымда дәл осы жекпе-жектен жеңіп барып салған болатын. Сол жетістігін қайталау үшін тағы шыққанын көріп отырсыздар. Адай атаның мүшесі Ербол Ермағанбетов өте мықты ойыншы. Бірінші нөмірде міне Көкжейдегі көкпаршы Ербол Ермағанбетов. Десек те, Жорабек Ақпаевқа бірінші салымда салуға себепкер болған осы жекпе-жек сайысында жеңілген болатын. Міне тағы да Жорабектің мерейі үстем болды. Жорабектің жекпе-жектен бірден шабуылға көшетінін жақсы білесіздер. Қазір тамаша мүмкіндік мінекей. Қараңыздар, қалай бара жатыр. Енді бір қорғаушының осал жерін тауып айласын асырып кетсе болғаны. Міне қазір нағыз дода командалық әріптесіне жол ашу керек қазір шымкенттіктер. Міне Жорабек қалыңның доданың арасымен өтуге тырысып бағуда. Шіркін-ай, не деген батырлық, не деген ептілік. Мынандай қарсыластардың арасында тақымға басып серкені ешкімге дес бермей ұстап жүру деген ердің қолынан келетін ғана шаруа. Міне қазір салым салуға мүмкіндік. Және салым, ардақты ағай. Әріскелді Байтасовтың салым деп көрсеткен белгісін көрдік. Жорабек Ақпаев тағы да ардақты ағай. Таныстыра кетейік. Артық болмас, 1995 жыл туған көкпаршы. Ойынның 7 минутында керемет салымға қол жеткізді. Тамаша. Сөз жоқ расында. Қалың доданың арасынан шығып, сытылып барып бір салымға қол жеткізді. Құлагерліктер алда, есеп 2-0. Енді Адай атаның батырлары, балуандары барынша жауап қайтаруға тырысады. Естеріңізде болса, Талдықорғанда өткен ересектер арасындағы ел чемпионатын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Сол кезде ширек финалдық ойындарда Маңғыстаудың осы ересектер арасындағы Адай ата көкпар командасы құлагерліктерді 2-1 есебімен ұтып жарыс жолынан шығарған болатын. Сондықтан да бұл екі команда, екі ұжым өте тартысты бәсеке көрсете алады деген сөз. Дәулет Айтан бұл жолғы салымның авторы ардақты ағай. 1995 жыл туған шабандоз бұл шабандозда. Миллион қара деп аталатын тұлпар. Ойынның 8 минутында тағы бір салымда салды. Миллион қара мен Дәулет Айтан. Қараңыздар, қандай тамаша салым. Біз қос команданың бір-біріне тегеурінді қарсылас бола алатынын айтып отырған кезде Дәулет Айтан бір салымда салып үлгерді. Өте керемет. Бұл миллион қара соңғы уақыттарда осы оңтүстік Қазақстанда аты жайылып жүрген, есімі әйгіленіп жүрген, үлкен додаларда топ жарып жүрген сәйгүліктердің бірі. Текті тұлпар ол.
Қараңыздар, ойын алаңның сыртына шығарып жүруге тырысып жатыр маңғыстаулықтар. Дәл сызықтың түбімен келеді. Қалай болар екен? Міне тартысты бәсеке нағыз. Ойын алаңның сыртына шығып кетті Серке. Міне ақтөбелік жанкүйерлер де қос команданың ойынына разы болып отқан жүздерінен байқайсыз. Ортада жекпе-жек сайысы қорғанысқа енді қатты кіріскен сияқты маңғыстаулықтар. Жорабек Ақпаев пен Ербол Ермағанбетов тағы да жекпе-жекте. Бұл жолы Ербол ширақ қимылдауда. Мінекей. Атын ұршықша шыр айналдырып қазір. Жорабектен қашып Серкені тақымға басып алуға барын салған, дегенмен Жорабек өзінің мықтылығын көрсеткен сыңайлы болды. Серке ойын алаңның сыртында. Әрине, жігіттердің таласының нәтижесінде осындай көріністі көріп отырмыз. Әнес Етреков бұл шабуылға араласқан болатын. Алайда мұнысынан нақты қорытынды көре алған жоқпыз. Ойын ережесіне байланысты Серке тасталғаннан кейін, егер жекпе-жек сайысы болатын болса, 2 минуттың ішінде көтерілуге тиісті жерден, ал егер бүкіл балуандар ойынға араласатын болса, онда 1 минуттың ішінде көтерілу керек. Бұл көкпардың бекітілген ережесіне сәйкес дүние. Міне қазір ортада жекпе-жек сайысы. Қос аттылы ортаға шығып, Серкені өз тақымдарына басуға тырысады. 2 минуттың ішінде көтерілмеген жағдайда, онда атта адамда ауысатын болады ардақтар. Ербол Ермағанбет Серкені тақымға басуға барын салып жатыр. Қараңыздар, қандай еңкейіс, шіркін-ай, бір аттың үстінен екеуі бірдей еңкейіп тұрған сәтті көруге болады. Оңтүстік оғландары шабуылды үдетіп бастап еді, ойынның басынан ақ. Қазір кішкене маңғыстаулықтардың қорғанысының қарқыны тойтарып тастаған сыңайлы. Міне қазір Сенімжан Ерман Серкеге ие болып шеңберден алып шыққан. Алайда Қарт Каспийдің жағасынан келген жігіттер Серкеге жармаса кетіп, бұл шабуылда жүйелі жалғастыруға мүмкіндік берер емес. Қараңыздар, қандай тамаша қорғаныс. Қазір міне салым салуға мүмкіндік бар сияқты. Мінекей. Мәреге барғысы келген Жорабек қой дейміз шамасы. Ойын алаңның ішінде жатыр Серке. Емін-еркін ойнай беруге болады. Жерден 1 минуттың ішінде көтерілуі тиіс. Міне Шымкенттің жігіттері Серкені жерден көтерді, алайда ойын алаңның сыртына шығып кеткен сияқты. Керісінше жағынан келгенде бәлкім жағдай басқаша болар ме? Қош, ортада жекпе-жек сайысы.
Ырыскелді Байтасовтың ысқырыға бастаңдар дейтін пәрменді берді. Сенімжан шыққан екен тағы да, және оның қарсыласы Шымболат Ақпаев қой дейміз, қателеспесек. Иә, Шымболат Ақпаев. Серке жерден көтерілді бастысы. Ендігі тартыс кімнің күші мықты екенін айғақтайтын болады. Көрейік, қараңыздаршы. Кәдімгі бар құшағымен жабысыпты Сенімжан. Сенімжан сенімді сияқты. Құшаққа емес, тақымға басу керек негізінен. Көрейік, кімнің тақымы тас екенін, кімнің қолдары епті екенін. Атты жүргізу керек сияқты. Ырыскелді Байтасов қазір жігіттерді тоқтатты. Сөйтті қайтадан атты да адамды да ауыстырып, ортаға басқа көкбасшылар шығарғанына куә болдық. Міне қараңыздаршы, қандай тартысты жекпе-жек. Аттардың жата қалуы, төрт тұяғын төсеп тұра қалуы қарсылықтантып. Қараңыздар, шіркін-ай. Жорабек пен Жасұлан не істер екен? Жасұланның астындағы атының мықтысын қараңыздар, шағайын. Міне, Жорабек көтерді Серкені. Қайтадан шабуылға кетті. Жорабектің тақымына Серке тисе, салым салмай қоймайтын әдеті бар еді. Бірінші таймның соңы жақындаған кезде қандай нәтиже көрсете алар екен? Қараңыздар, қандай шеберлік, қандай көркем көрініс. Қарсыластарының арасынан сытылып өтіп, оның үстіне атты тізгіндеп, оған тағы Серкенің тақымда отырғанын қосыңыз. Міне, тамаша, салым ардақтағай. Қапыда қалдыру деген осы қарсыластарын. Тағы да Жорабек Ақпаев ардақтағайын. 1995 жыл туған шабандоз. Ойынның 20 минутында тағы бір салым салып, есепті 4-0 өтіп, бірінші кезеңде осылай аяқтады. Қараңыздар, шынымен де қапыда қалдырып кетті. Қорытынды есеп, бірінші таймның 4-0 Құлагер Көкпар командасы алды. Екінші таймның қызықтарын сәлден соң өздеріңізбен бірге тамашалаймыз. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, сіздердің назарларыңызда өтіп жатқан жастар арасында 12-ші Қазақстан Республикасының көкпардан чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында өткен тартысты бәсекелерді көрсетіп отырмыз. Дәл қазір сіздердің алдарыңызда Оңтүстік Қазақстан облысы мен Маңғыстау облысының көкпаршылары өнер көрсетуде. Оңтүстіктер Құлагер деп ат қойған командасына әлімсақтан, ал Маңғыстаудың жігіттері Адай-ата болып шауып. Әділет Мамыт қазір Серкемен жүрген Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасының ойыншысы. Міне, аттың сауырына қамшыны басып
мәреге қарай жалғыз өзі келе жатқан сәтті көріп отырсыздар. Қалай болады екен? Салым ба? Төрешінің белгісін күтейік, бірақ салым емес дейтін қол болған сәтті көрдіңіздер. Шіркін-ай, Әділет Мамыт керемет өнер көрсеткен еді. Тартысты бәсеке ары қарай жалғасын табуда. Қайтадан Әділет тақымдады ғой дейм Серкені. Салым салмай қоймайым деп ұйғарған сияқты, міне мүмкіндік бұл. Және салым ардақты ағайын. Әділет Мамыт 1997 жылы туған шабандоз. 5 қасқа дейтін тұлпар астындағы Әділеттің тізгіндеген ойынның 22 минутында, яғни екінші тайм бастала салып, әдегеннен алғашқы шабуыл нәтижесі аяқталғаннан кейін екінші шабуылда да өз тізгініне алып тамаша салымға қол жеткізді. Жарайсың Әділет. Қайтпас қайсар өр мінезді азамат екенін көрсетті. Сонымен бәсекенің қызған шағы маңғыстаулықтар әлде болса құлагер көкпар командасының жігіттеріне есе қайтарып жауап бере алған жоқ. Әзірге 5-0 есебімен құлагерліктер алда келет. Жорабек Ақпаев 3 салымның авторы атанды. Дәулет Айтан мен Әділет Мамыттың тағы да 2 салымын қосыңыз. Осылайша шымкенттіктер айқын басымдықпен алда келе жатқанын көз көріп отыр. Міне Маңғыстаудың шабуылы, және осыдан нәтиже шығар ма екен Қабая? Әлде кеш емес. Мүмкіндік бар. Еңсені төмен қарай салбырата салуға болмайды. Қабая тамаша мүмкіндік еді ғой. Бірақ Серке мәре сызығының алшақтау түскенін көрдіңіздер. Әр қарай ойын құлагерліктердің алаңында жалғасуда. Дәл осылай ойын жалғаса беретін болса, маңғыстаулықтар бос қоржынмен қайтады. Ортадағы төреші Ырыскелді Байтасов қазір жекпе-жек сайысын бастауға дайын. Және бастап та кетті. Шымболат Айтуғанов пен Ерболат Ермағанбетов. Ортадағы шеңберде жатқан Серкеге таласуда. Және кімнің тақымға басқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Демек, жекпе-жек сайысы қайтадан болады деген сөз. Дәл осының алдындағы жекпе-жекте өнер көрсеткен қос қарсылас қайтадан алаңда.
Мінекей, жігіттердің арасындағы бәсеке әрі қарай жалғасуда. Ербол Ермағанбетов қараңыздаршы, қалай жекпе-жекте шабуыл жасау керек екенін біледі. Шымболат Айтуғанов толық мүмкіндік берді Серкені басып алаңнан шығып кетуіне. Шабуылға көшкен Ерболды көріп отырсыздар. Шымболат сияқты бұл да дәл осындай керемет шабуылдың соңын салыммен бітірген сияқты. Кәні төрешінің белгісі және салым, ардақты ағайын. Өте тамаша. Ербол Ермағанбетов 1995 жыл туған көкпаршы, астындағы тұлпары Сайхан. Ойынның 29 минутында осындай тамаша салымға қол жеткізіп отыр, ардақты ағайын. Жарайсың, Ербол. Мінекей, екінші кезеңнің бел ортасына келіп жеттік. Маңғыстаулықтар қоржынды бір салымға, яғни қоржындардың алғашқы салымдарын салды. Есепті осылайша 1-5-ке жеткізіп отыр. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Тырыскелді Байтасовтың баста дейтін пәрмені жерден Серкені көтеруге ұмтылған жігіттердің тартысын бастайды. Жорабек Ақпаев қайтадан шықты. Жоламан Сүндетбаевпен бұл жолы. Міне, жалпы Жорабек Ақпаев жекпе-жектің қас шебері ретінде танылған спортшылардың бірі. Көрейік қалай бұларын. Жоламан Сүндетбаевтың мерей үстем болды. Өздеріңізде көрдіңіздер. Серкені тақымға басқан болатын, бірақ шабуылда нәтиже жоқ. Себебі Серкені тақымға басқан күйі ойын алаңның тос ұртына шығып кетті. Тағы да осының алдындағы жекпе-жекте өнер көрсеткен спортшылар. Қайтадан ортадағы шеңбердің шаңын шығаруда. Бір-бірін бағып-қағып қазір. Серкені ұмтылуға барынша тырысқан жігіттер өз командаларының мерейін үстем етуге барын салады. Серке 2 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Уақыт өтіп бара жатыр. Бірақ міне Жорабек Ақпаев қазір Серкені жерден көтерген бетте шеңберден шыға кетіп еді. Маңғыстаулық балуан Руслан Дүйсенбаев Серкені өз тақымына басып алды. Қараңыздар, қандай жылдамдықпен шауып қазір мәреге тастаған, бірақ сыртқа шығып кетті қабая. Шабуыл ары қарай жалғасу керек еді маңғыстаулықтардың тарапынан, бірақ қорғаныста жүрген құлагерліктер өз тақымдарына басып алды Серкені. Міне, Шымболат Айтуғанов шабуылда. Шымболат Айтуғановтың
Бұл шабуылынан нәтиже болар мекен? Көрейік. Қарымта шабуылды жылдан бастауға тырысқанмен маңғыстаулықтардың қорғанысы күшті болған. Міне қазір мәреге жақындаған сәтте аттың тізгінін кері қарай айналдырып доданы айналып өтуге барын салды. Көрейік. Төреші бұл жерде салымның болмағанын айғақтап көрсетіп жатқандай. Расымен де маңғыстаулықтардың шеңберінің түбінде барлық ойыншылар серкені алуға тырысатын болады. Тамаша шабуыл еді Шымболат Айтуғановтың тарапынан. Бірақ құлагерлік жігіттер қайтпас қайсарлығымен ерекшеленеді. Сондықтан Шымболатты біз тағы да шабуылда көріп қалуымыз мүмкін. Серке ойын алаңның сыртында. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Жорабек Ақпаев пен Шымболат Ақпаев. Бауырлар жекпе-жекте. Қараңыздаршы. Жарыс бәсеке өз командасына дейтін сенім. Бұл жерде ағайындықтан ауыр екенін көрсетті. Шымболат Ақпаев қазір шабуылға шығуға тырысқан, бірақ Шымкенттің жігіттері ат екпінімен ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Нәтижесінде ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болмақ. Көрейік. Сенімжан Ерман, Ербол Ермағанбетов. Сенімжанның астындағы тұлпардың қарығанды тәрізі бөтен екен өзі. Міне Сенімжан қазір сенім түрде серкені тақымға басты. Қараңыздар қалай. Қарсыластың қорғанысынан шығып кетуге тырысып жатқан. Қаумалаған жігіттердің арасында мінекей аттардың тізгіндері бір-біріне байланып қалған екен. Ырыскелді Байтасов әуелі соны шешуді тапсырды. Одан кейін ары қарай ойын жалғасуда. Сенімжанның тақымында әлде болса серке. Жекпе-жекте керемет өнер көрсеткен палуан шабуылда да мықты болуы тиіс. Шымболат Айтуғанов міне қайтадан серкені алды. Біздің жаңаған айтқан сөзіміз қайтадан шабуыл жасау мүмкін деген едік. Сонымен тағы да шабуыл, салым салуға мүмкіндік және айқын салым ардады. Шымболат Айтуғанов осылайша астындағы найза дейтін тұлпарымен Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер көкпар командасының қоржынына тағы бір салымда алып келді. Есеп 6-1 ардақтағай. Бұл соңғы минуттардың бірі болатын бүгінгі ойынның. Осы Шымболаттың салыммен қорытындыланды. Екі тайымда да құлагерліктер уақытта әдемі бітіргенін көрдіңіздер. Сонымен есеп 6-1 Шымкенттің жастары жеңіске жетті. Ардақтағайын, бұл Қазспорт телеарнасының эфиріндегі көкпар бағдарламасы. Ұлттық спорт ұлттың қуат екенін айтқан мінекей тартысты бәсекедегі тамаша салымдарды назарларыңызға қайта ұсынып отырмыз. Өздеріңізбен бірге бәсекені тамашалаған комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен. Амандықта жолығайық.